Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика пәні 3-ші сынып, 138-ші сабақ. Балалар, бәріміз бер қарайық. Кез келген бір сан ойла. Кәне ойладық па, балалар? Оны бір-біріне қос. Оны 2-ге көбейт. Жауабын алғашқы санға бөл. Жауабы 4 шықты ғой. Кәне, қайсыңның жауаптарың 4 шықты? Ортақ тақырып Қазақстан көлдері. Қазақстанда 50 мыңға жуық көл бар екенін білесің бе? Олардың 9-ы ірі көлдер. Өрнектердің мәнін тауып өсу ретімен орналастыр. Сонда соның емдік қасиеті бар көлді анықтайсың. Емдік қасиеті бар көлді тап. Балалар, кітабымыздың 23-ші бетін ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектердің мәнін өсу ретімен орналастырсақ, емдік қасиеті бар көлді анықтай алады екенбіз. Кәне ендеше орнымызда отырып өзіміз шығарып көрейік. Барлығымызде қандай сөз шықты? Қандай көл екен қасиетті емді көліміз? Ала көл екен. Ендеше осы ала көл туралы не білеміз? Оның қандай қасиеттері бар? Кәне барлығымыз ойланып айта отырайық. Балалар, кітабымыздың 23-ші бетіндегі 2-ші және 3-ші есептер бізге өзіндік жұмыс ретінде берілген екен. Ендеше біз оны өзіміз орындап, жауабын маған WhatsApp желісіне жіберсеңіздер болады. Кәне оқиық. Көлде демалушылардың 126-сы әйел адамдар, 115-і ер адамдар. Демалған балалар ер адамдардан 4 есе артық. Көлде барлығы неше адам демалып жүр? Енді балалар не белгілі? Дұрыс айтасыңдар. Көлде демалушылардың 126-сының әйел адамдар екені белгілі. 115-інің ер адамдар екені белгілі. Бізде белгісіз, балалардың қанша екені белгісіз. Ал балалар ер адамдардан 4 есе артық дейді. 4 есе артық десе несеміз? Дұрыс айтасыңдар. 115-ке несеміз? 4-ті көбейтеміз. Жарайсыңдар балалар. Балаларды тауып алғаннан кейін несеміз? Көлде барлығы неше адам демалып жүргендігін табамыз. Ол үшін әйел адамдарды, ер адамдарды және балаларды санын қосамыз. Сонда көлде барлығы неше адам демалып жүргендігі анықталады. Балалар, сендер есепті дұрыс түсіндіңдер деп ойлаймын. Енді іске сәт балалар, есемізді өзіміз шығарып көрейік. Балалар, кәне, бір-бірімізді қошеметтеп, қолымызды жоғары көтеріп қояйық. Жарайсыңдар, өзіңдік жұмысты өте жақсы орындадыңдар. Балалар, енді кітабымыздың 23-ші бетіндегі 4-ші есепке назар аударайық. Мәтіндік есеп берілген екен. Көлде демалушылардың 330-ы теплоходпен, олардан 2 есе кем адам желкенді қайықпен серуендеді. Көлде теплоходпен және желкенді қайықпен барлығы неше адам серуендеді? Кәне, есептің шартын құрып, шешуі мен жауабын таба қояйық. Уақыт кетті балалар. Кәне, мен сендердің дұрыс шығаратындарыңа сенімдімін. Кәне, енді жаңа балалар мәтінді есепті тексеріп көрейік. 330 бөлінген 2 тең 165. Бұл жерде 165 балалар желкенді қайықпен серуендеген адамдардың саны. Енді біз барлығын табуымыз керек. Ол үшін 330, яғни теплоходпен серуендеген адамдардың саны, 165 желкенді қайықпен серуендеген адамдардың саны, барлығы 495-ке тең екен. Жауабы теплоходпен және желкенді қайықпен барлығы 495 адам серуендеді. Жарайсыңдар балалар.
есепті қатесіз шығардыңдар. Балалар, кітабымыздың 23-ші бетіндегі 5-ші есепті мен сендерге өз беттеріңмен шығаруға беремін. Бұл өте жеңіл есеп, баған түрінде көбейту және бөлу. Дұрыстығын тексеріп, менің WhatsApp желіме жіберуді ұмытпаңдар, балалар. Мен сендерге сенемін. Енді кітабымыздың 24-ші бетін ашып, 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар дейді. Санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу. Көлдің тереңдігінің 1/6 бөлігі 14 метрді құрайды. Көлдің жалпы тереңдігін тап дейді. Кәне, ойласып, қолымызға дәптер қаламымызды алып, есепті шығарып көрейік. Уақыт кетті, балалар. Кәне, балалар, есебімізді тексерейік. Көлдің тереңдігінің 1/6 бөлігі 14 метрді құрайды. Көлдің жалпы тереңдігін тап. Ол үшін біз не істейміз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 14-ті 6-ға көбейтеміз. 14-ті 6-ға көбейтсек, қанша шығады? 84 метр. Көлдің жалпы тереңдігі 84 метрге тең екен. Балалар, барлығымыз осылай шығардық деп ойлаймын. Балалар, кітабымыздың 24-ші бетіндегі 9-шы есеп бізге тапқырлыққа арналған есептер екен. Тапқыр болсаң, шешіп көр. Ал кәне оқиық. Арман, Болат және Қайсар көлден қармақпен балық аулады. Олардың әр қайсы не таутан, не мөңке, не алабұға аулады. Егер төмендегілер белгілі болса, онда олардың әр қайсы қандай балық аулады? Алабұға мен таутанда тікенекті жүзбе қанат бар, ал мөңкеде жоқ. Арман, тікенекті жүзбе қанаты бар, бірде-бір балық ауламады. Болат, Арманның аулаған балықтарына қарағанда 2 алабұға артық аулады. Егер Арман 3 балық ауласа, ал барлық балық саны 10-нан кем болса, онда балалардың әр қайсы неше балықтан аулады? Кәне, балалар, кім тапқыр екен бізде? Ойланып көрейік. Уақыт кетті, балалар. Кәне, ойласамыз. Кім бірінші маған дұрыс жауап береді екен? Ал жауабымызды тексеріп көрейік, кәне, балалар. Арман мөңкеден 3 аулаған екен. Болат алабұғадан 5 аулаған екен. Қайсар таутаннан 1 аулаған екен. Барлық балық саны 9-ға тең екен. Сендерде қалай шықты, балалар? Жарайсыңдар, кәне, балалар. Бір-бірімізге шапалақ ұрып қояйық. Ендеше, балалар, үйге тапсырмала қояйық. Кітабымыздың 24-ші бетіндегі номері 8-ші есепті үйде шығарып келейік. Бағдаршамды барлығымыз білеміз, е? Оның 3 түсі бар: қызыл, сары, жасыл. Бүгін мен сабақта дұрыс түсінбедім, нашар жұмыс жасадым дегендер қызыл, орташа жұмыс жасадым, кейбір жерлерін түсінбей қалдым дегендер сары, өте жақсы жұмыс істедім дегендер жасыл деп маған WhatsApp желісіне жазып жіберіңдер. Түсінбеген сұрақтарыңа жауап беруге дайынмын.